Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге pddtest.kz, оның жүргізушісі Адлет Жүнісов. Қазақстан Республикасында ең алғашқы YouTube желісінде жол жүріс ережелері бойынша қазақ тілінде пайдалы ақпарат беретін боламыз. Бүгінгі сабақта бізде жүріс жылдамдығы. Жүріс жылдамдығын сіздерге нақты және қысқа форматта толықтай түсіндіріп өтем. Елді мекенде ең жоғарғы жылдамдық 60, бірақ 90-нан аспау керек. Көбісі ойлайтын шығар, неге 90? Елді мекенде 60 емес пе ең жоғарғы жылдамдық? Бірақ елді мекенде кейбір жерде көлік аз жүретін жерлерде 90 деген шектеу белгісін орнату мүмкін. Ол белгінің қолданылу аймағы келесі қиылысқа дейін. Қиылыстан өткенсін сіздер қайтадан негізгі жылдамдықпен жүресіздер. Ол 60. Және де сіздер көрген шығарсыздар, мектептің қасында 40 деп қояды. Ол белгінің әрекет аймағы қиылысқа дейін. Қиылыстан өткенсін сіздер қайтадан негізгі жылдамдықпен жүрулеріңізге болады. Елді мекен тыс жерде сіздерде жылдамдық 100 және 110. 100-110-ның айырмашылығы, егер де 100-бен жүрсеңіздер жеңіл көлікпен, онда жолдың бойында жолақ бөлетін орнатылмайды. Егер де жолдың ортасы бөлінсе, жолақ бөлетінмен, онда 110-мен жүруге рұқсат етіледі. Жолақ бөлетін дегеніміз білесіздер ғой, құрметті оқырмандар, ол ортасында темір қоршау болады, екі жолды бөліп тұрады. Газонмен қояды, немесе талдар орнатып қояды, екі жолды бөліп тұрады. Ол кезде қауіпсіздік жоғарылайды. Автомагистраль 140. Автомагистраль туралы сіздерге толықтай айтып өтейін. Мысалы, автомагистраль бұрынғы атауы негізі қазақ тілінде автоарна болған. Ол аймақта біз 40-тан 140-қа дейін жүре аламыз. Неге 40-тан десеңіз, 40-тан төмен жүретін көліктер жүруге тыйым салынады. Мысалы, велосипед, жаяу жүргіншіге, трактормен, оқу көлік құралымен жүргізуге тыйым салынады. 40-тан 140 жылдамдық. Тұрғын аймақта бізде ең жоғарғы жылдамдық 20. 20-дан жоғары жүруге тыйым салынады. Құрметті оқырмандар, сіздерге бір сұрақ қояйын. Жаңа тақырып бойынша, мысалы, осы аймақта сіздер қандай жылдамдықпен жүрулеріңізге рұқсат? Комментарияға жазыңыздар, сосын тексеріп келесі тақырыпта сіздерге толықтай түсіндіретін боламын. Немесе комментарияның астына жауабын жазамын. Көлік құралы салмағы 3,5 тоннадан төмен болса, елді мекен тыс жерде 90, жолақ бөлетін орнатылса 100, автомагистральда 110. Көлік құралы салмағы 3,5 тоннадан жоғары және де жеңіл көлік тіркемесімен елді мекен тыс жерде 70, жолақ бөлетін орнатылса 80, автомагистральда 90. Жолаушыларды тасымалдау елді мекен тыс жерде, барлық жерде жылдамдық 60 болады. Көлік сүйреу, ол буксировка дейміз орыс тілінде, ол 50 болады. Айырмашылығы жоқ. Елді мекен тыс жерде, автомагистраль, және де сіздерде тестте бұндай сұрақ келеді. Автомагистральда көлік сүйреуге рұқсат етіледі ма дейді. Әрине, жауабы рұқсат етіледі. Себебі автомагистральда 40-тан төмен жүруге болмайды. Сүйреген кезде біз 50 ең жоғарғы жылдамдық. Сондықтан бізге рұқсат беріледі. Және де оқырмандар, мен сіздермен пайдалы жүріс жылдамдығы кестесімен бөліскім келіп отыр. Егер жүріс жылдамдық кестесінен жылдамдықтарыңызды асырсаңыздар, қандай айыппұл төлейтіндеріңізді келесі видеодан көруіңізге болады. Және де достар, мен қазақ тілінде және орыс тілінде де осы видео сабақтарын түсірем, бірақ орыс тілінде көбінесе көп лайк қойып комментария жазады, менікі рекке кетіп қалады. Просмотрлар жақсы болады. Бірақ қазақ тілінде комментарияда жазбайды және де лайкты баспайды. Сондықтан давайте қазақ тілін дамытайық. Қазақ тілінде өте көп видео түсірейік. Сондықтан рекке шығарып, көп комментария мен лайкты басыңыздар. Егер де сіздер видеоны соңына дейін көрсеңіздер,
сіздерге жеңілдік болады pddtest.kz сайтынан. Оқырмандардың арасында комментарияда кім жақсы дұрыс жауап береді мен қойған сұрақтан, сол кісіге автодром жаттығуын сыйлыққа беремін.